Негізінде біздің өміріміздің мәні де сәні де оның мағынасы да ол біздің балаларымыз. Бала дегенде қай қазақтың жүрегі ауырмаған. Бірақ соңғы кезде өздеріңіз білесіздер, біздің қоғамымызда көптеген жұқпалы аурулардың өршіп келе жатқанына куәгер болып жүрміз. Осыдан 2 жыл бұрын мысалға өзіміздің Қазақстанның ішіндегі қызылшамен ауырғандардың балалардың саны 30 мыңға дейін жетті. Одан кейін оны біз түрлі көптеген әрекеттер жасағанмен 20 мыңға түсіріп, былтыр 25 жылы осы аурушаңдық көрсеткішін 10 мыңға дейін азайттық. Яғни жыл сайын осы сәбилердің ауру көрсеткіші жоғарғы биік деңгейде келе жатыр деген сөз. Енді биылғы жылдың қаңтарының өзінде қазіргі біздің статистика бойынша 2 мыңға жуық сәбилеріміз осы қызылша ауруын жұқтырып біздің ауруханалар арқылы өтті. Негізгі себебі неде деп сұрасаңыздар, негізгі себебі осы вакцинациядан, екпе алудан бас тарту. Осы таңда бүгінгі дейін Қазақстанда 66.240 балаға вакцина жасалмаған. Яғни осы вакцинациядан бас тартқан балалардың саны жылдан жылға көбейіп, 2 жылдың ішінде соған жұқтыру процесі жұққаннан кейін сол балалардың бәрі ауырып осындай жағдайға келіп отырмыз. Біздің статистикаға көз жүгірсек, осы 66.240 баланың ауырған, бас тартқан балалардың кім бас тартып жүр біздің қоғамда деп сұрақ қойсаңыздар, ең бірінші орында өзінің жеке принципімен, өзінің жеке ұстанымымен осы вакцинациядан бас тартқандардың саны 41 мыңнан асады. 41 мың адамнан асады. Енді ең бірінші мен сіздерге сол бас тартқандарға өзім осы әңгімені бастайық деп отыр едім. Жарайды, ол сіздердің шешімдеріңіз, сіздердің ойланып тапқан мүмкіндіктеріңіз сол шығар. Оған біз келісеміз. Бірақ осы 66.240 біздің балаларымыз, біздің өзіміздің нәрестелеріміз тек қана қызылша емес, бүкіл басқа да вакцинамен емделетін аурулардан екпе егілмеген. Яғни олар қорғаныссыз қалған деген сөз. Ол қызылша мен көкжөтелдің жарасы жеңіл деп айтуға болмайды. Өйткені мысалға статистикаға көз жүгірсек, 24 жылы біздің стационарлардан 3 мыңдай нәрестелер ауыр халде жатып, оның 40-50-і реанимация арқылы өтті. Біздің дәрігерлердің еңбегінің арқасында солардың өлім аузын алып қап, бетін бері қарап емдеп шығарды. Былтыр сондай реанимациядан өткен біздің нәрестелеріміздің саны 20-ға дейін жетті. Яғни ол сақталып қалған өмірлер. Осының негізгі жалғыз ғана оның емі, жалғыз ғана алдын ала болдырмау жаңа вакцинациялар. Біз содан қазір бас тартып отырмыз. Ол ертең мысалға осы балаларымыз дифтерия, немесе полиомиелит, немесе гепатит, немесе ары қарата сіреспе сияқты аурулар жұқтырған болса, олардың өлімге көрсеткіші мүлдем бөлек. Мысалға кейбір науқастардың түрі 100%-ке жетеді. Біз соған дайынбыз ба? Ертең сол балалардың ауырып қалғанда беті бері қарағанның өзінде де біраз мүгедек болуы мүмкін. Ертең сол бала ауырып шыққаннан кейін әке-шешесіне қарап, мама, папа, кезінде маған неге осы вакцина жасамадыңыздар? Мен неге мүгедекпін десе, сол сұраққа жауап беретін жауаптарыңыз дайын ба? Мәселе сода, құрметті әке-аналар. Ендігі айтайын деген мен бүгінгі шақырып отырғаным аталар мен әжелерге. Бәріміз жас болдық, қателеспейтін адам болмайды. Қателестік, жолдан да тайғанда бұл замандар болды. Бірақ біздің үлкендеріміз әрқашан бізді түзу жолға салып тұрады. Мен сіздерге келген өтінішіміз, бала баққандікі дейді ғой қазақ. Балалардың өзінің жолы бөлек, бірақ немере біздікі. Немереден тәтті бұл өмірде не бар? Айтыңыздаршы. Сол немере бізге керек болса, немерелеріміздің ертең жолы ашылсын десек, осы балаларды түз жолға салайық. Немерелерімізге қажетті екпелерді салайық, олардың өмірін сақтап қалайық. Сонда өмірдің қызығы ары қарата бәрі бірге көріп, сол немерелердің қызығын көргеннен басқа бізге басқа бақыт бар ма? Сол бақытымызды жоғалтып алмайық. Сіздерді осыған шақырамын. Бәрімізді осы проблеманы шешу үшін, соның шешу жолы оп-оңай нәрсе. Беріп тұрған вакцинаны салсақ, осы проблеманы жоғалтамыз.
соған құлақ салгандарыңыз дұрыс деп эсептейм.